Яровой Михаил Савич, социалистік еңбек ері, Ұлы Отан соғысының қатысушысы. 1925 жылы Украинаның Винница облысында дүниеге келген. 1944-1950 жылдары Кеңес армиясы қатарында болып, Ясси Кишинев операциясына қатысқан. Көрсеткен ерлігі үшін 3-ші дәрежелі даңқ орденімен марапатталған. 1954 жылы Қостанай облысына қоныс аударып, Меңдіқара ауданына келіп, механизатор болып жұмыс істеді. Михаил Савич 12.000 тонна астық жинап, ауыл шаруашылығы өндірісін дамытуда және мемлекетке егін және мал шаруашылығы өнімдерін сату бойынша 5 жылдық жоспарын орындауда тамаша жетістіктерге жеткені үшін 1971 жылы социалистік еңбек ері атағына ие болды. Михаил Савич даңқ орденінің толық иегері, орақ пен балға алтын медалімен тың жерлерді игергені үшін және басқа да мерейтойлық медальдармен марапатталған. Есімі Қостанай қаласындағы Жеңіс саябағындағы Батырлар аллеясында мәңгілікке жазылған.